Сәлем достар, мен сіздермен самсаның керемет рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге керекті заттарымыз су, тұз, ұн және де сары май. Осы видеодағыдай бірінші тұзымызды салып аламыз. 2 ас қасық салсаңыздар болады. Үстінен салқын суымызды құямыз. Оның үстінен сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырып сары майды езгілейміз. Содан кейін үстінен ұнымызды саламыз. Содан кейін осылай араластырып отырып, әдемілеп қамырымызды илейміз. Қамырымызды демалдырамыз бір 10 минутқа. Одан кейін осылай әдемілеп кесіп бөліктерге бөліп аламыз. Содан кейін әр бөлігімізді осылай әдемілеп жаямыз. Жұқартып, жақсылап жайып шығамыз. Қамырымызды әдемілеп жайып алғаннан кейін үстіне сары майымызды осылай ерітіп, әдемілеп жұқалап жайып шығамыз қамырдың бетіне. Осылай жан-жағына біркелкі етіп жағып, жан-жақтарын осылай әдемілеп майды чтобы барлық жеріне жағылатындай етіп, содан кейін осылай ораймыз. Содан кейін осылай бөліктерге бөліп аламыз кесіп. Үлкендеу қылсаңыз болады, кішкентай қылсаңыз болады. Самсамыздың көлеміне қарай әдемілеп бөліктерге бөліп, осылай домалақтап, формаға келтіріп, морозильнигімізге саламыз. Енді самсамыздың салмасына керекті заттарымыз фарш, пияз, қарабұрыш және де тұз. Фаршымызды осылай ыдысымызға салып аламыз. Пияздарымызды осылай әдемілеп ұсақтап тұрып турап аламыз. Содан кейін фарштың үстіне саламыз. Сөйтіп үстінен қарабұрышымызды саламыз және де тұзымызды саламыз. Сөйтіп жақсылап тұрып араластырамыз. Менің бір секретный способым кішкене сұйық маймен су қосып жібереміз. Сол кезде фаршымыз сочный, әдемі болады. Сөйтіп жақсылап тұрып араластырамыз. Морозильниктегі қамырымыз қатты, жақсылап шығарып, осылай әдемілеп жайып шығамыз. Жұқа етіп жаямыз осылай. Содан кейін үстінен фаршымызды әдемілеп салып, осылай формаға келтіріп бүгеміз. Әртүрлі пішінде бүксеңіздер болады. Мен обычно 3 бұрышты қылып бүктім. Осылай әдемілеп орналастырып, үстінен
жұмыртқамен әдемілеп жағып және де магымызды себеміз. Магты ұнатпайтын болсаңыздар сеппесеңіздер де болады, немесе біреулер кунжут ұнатады, кунжут сепсеңіздер де болады. Біздің үйдегілер магпен ұнатады, сол үшін мен маг себемін осылай. Мінекей қытырлақ, жұмсақ, дәмді самсамыз дайын. Сіздерге ас болсын. Подписка жасап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.